Бүгін көретіндеріңіз Нұрмұқасан тобында өзгеріс болуы мүмкін. Ол да әбден мүмкін. Әртістер футбол үшін 40 пышақ болып жүр. Біреу ренжігеннен кетіп қалу емес. Нұрлан Албан жауапсыз продюсер болып шыққаны ма? Жеке продюсерлік міндет атқарған жоқ менің жанымда. Астана жұлдызы ұлттық музыка бәйгесіне дайындық. Келесі Астана жұлдызы жобасында осындай оны көрсетеміз сіздерге. Рамазан Стамғазиев кімге өкпелі? Экранға шақыртпай қойды, мен концертке қоспай қойды. Жанар Дұғалова ел аузынданың журналистерінен неге қорқады? Ел аузында. Я просто не могу без разрешения. Шоу-бизнесте бэйби-бум. 2-3 күн өтті. Баланың жылағанын да көрдім, ұйықтамағанын да көрдім. Қыз ғұмырындағы әжені неге Үндістанда жек көреді? Мити мен оның әжесін өмірде не байланыстырады? Үнді сериалдарының жанкүйерлері қыз ғұмырының соңғы бөлімдері қалай болады екен деп күтіп жүрген анық. Сериалда әләсіз күтпеген оқиғалар орын алады. Әсіресе бұл Тапасияның өміріне қатысты. Ал көпшілік көрермен жаман рөлі үшін жек көретін әженің кесірінен Мити мен оның анасының өмірінде дағы қиындықтар болады. Енді сол әже туралы аз-маз ақпарат. Пратима Казми, ол осы жазда 67 жасқа толады. Қыз ғұмыры телехикаясына дейін 26 фильмге түскен. Режиссерлер оны тек жаман рөлдерге шақырады екен. Өйткені мұндай рөлді Пратима Казмиден артық ойнайтын актриса аз. Білесіз бе, мені Үндістанда өте жек көреді. Кейде дүкенге барсам, далада демалып жүрсем, менімен ұрсуға дайын тұратындар көп. Бәлкім бұл өз рөлімді жақсы ойнағандықтан болар. Дегенмен кейде көрермендердің бұл қылықтары жанымда ұртады. Отырып жылап алатын кездерім де болады. Әсіресе Ича мен оның анасына тиіспе дейтіндер көп. Бұл ханым Қазақстанға келсе таспен атқылайтын шығар. Өйткені бізде Ича мен оның анасын, Митиді жақсы көретіндер өте көп. Ича рөлінен кейін Тинаны мен де сіздер Тахур мырза деп танитын Аяпхан да оны жақсы көріп кеттік. Үшеуміз араласып тұрамыз. Тахур оны өз қызындай көреді. Керек кезде менен де ақыл сұрайды. Кеңесімді айтамын. Негізі Тина өте шебер әртіс. 5 жасына кино алаңдарында жүр. Сондықтан рөлдерін керемет ойнайды. Әртіс демекші, жуырда Астана арнасында тағы бір жаңа телехикая басталады. Матхубала деп аталатын сериал Ича сияқты жастайынан кино әлемінде жүрген Үндістанның ең танымал актрисасы жайында. Аңызға аты айналған актриса. Оның өміріне деген қызығушылық өте үлкен. Сондықтан 2006 жылы Матхубала атты толық метражды фильм түсірілген. Кино түсіріледі, ол сәтті болғаннан кейін 12 жылы 6 жылдан кейін телехикая түсіріледі. Көрермен арасында үлкен рейтингке ие болғандықтан қызығушылық Мағзұм Бегімнің өміріне қызығушылық артқаннан кейін. Бұл хикаяда үнді кино әлемінде атаңызға айналған Мағзұм Бегім, кейініректе Матхубала деген лақап атқа ие болған әртістің өмір жолы баяндалады. Оған арнап бұған дейін толық метражды фильм түсірілген. Міне оның трейлері. Сосын Матхубала телехикаясы түсіріліп, енді қазақ тілінде Астана арнасы көрермендеріне ұсынылады. Матхубала телехикаясы үнді сериалдарының үздік бестігіне кіреді. Яғни Қазақстанда мұндай деңгейдегі сериал басқа арналарда болмаған. Олай болса, қыз баланы қадірлеп, қастерлеуді насихаттайтын хикаяны көрермен назарына ұсынуға дайынбыз. Қазір емес, жуырда, дәл қазір шағын үзінді. Махаббат әлемді қорғаса, махаббат туралы бұл ән Қайрат Баякеновтың өзін қорғады. 2014 жылғы Астана жұлдызы ұлттық музыка бәйгесінде аталмыш туынды үздік ән номинациясын иеленген болатын. Нұрлы ғалам, сырлы ғалам, құдіретіңе ғажайып жетер ме баға, асыл әлем, жасыл әлем, тағдырыңды қорғайды махаббат қана. 2015 жылғы Астана жұлдызында да Қайрат жеңісті қолдан бергісі жоқ. Осы таяуда бір аптаның ішінде жаңа әнді бітіріп жатырмыз студияда. Жаңа әннен Қайрекеңнің үміті зор. Жаңа ән
хит болады деп ойлаймын. Хит болатын әнді бәйгеге қосу үшін арнайы жазып жатқан көрінеді. Келесі Астана жұлдызы жобасында осындай оны көрсетеміз сіздерге, Құдай қаласа. Ән жазып қана қоймай, жаңа туындыға бейнеклип те түсірем дейді. Иә, сол әнге бейнебаян түсірем. Әлеуметтік желіден бәрі сұрап жатыр, қашан жаңа ән, қашан махаббаттың продолжениесі қашан болады деп. Махаббаттың жалғасы, яғни екінші бөлімі алғашқысынан өзгерек. Бұл әнді ол басқаша, соны тек қана осыны айта кетейін. Басқа стильде, басқа жанрда, бірақ ұнайды деп үміттенем. Пока жоқ, айта алмаймын. Спортсында бір атауы болады ма? Айтпаймын. Сосын. Композитор әрі әнші Қайраттың өзінше сыр бүгуіне басты себеп әннің құпия болғанда емес, гәп Байекеновтың тіл байлығында болып шықты. Литературный сөздермен айта алмаймын да, негізі. Мен орыс мектебін бітіргем кезінде. Бірақ мен қазір тырысып жатырмын, жақсы сөйлеуге, жақсы қазақша сөйлеуге тырысып жүрмін. Бүгінде Байекенов жақсы қазақшаға ғана емес, ұлттық бәйгеде жақсы көрінуге де тырысып жүр. Өйткені ол биылғы Астана жұлдызына композитор ретінде қатысады екен. Номинанттар мен конкурс барысы әлбетте ел аузында болмақ. Сондықтан біздің эфирді қалдырмай көріңіз. Әрі қарай көретіндеріңіз 25 жылдық тарихы бар Нұрмұқасан тобына не болған? Енді өмір болған кейін бәрі болады басымызда. Нұрлан Албан Шахаризатқа продюсер болғысы келме. Жеке продюсерлік міндет атқарған жоқ менің жанымда. Рамазан Стамғазиев кімге өкпелі? Экранға шақыртпай қойды, мен концертке қоспай қойды. Тарихы бар Нұрмұқасан өз тарихын өзі құртқан Албан және тарихта қалғысы келетін Стамғазиев ел аузында. Жиырма 25 жасқа толған Нұрмұқасан дуэті бөлінейін деп жатыр. Мұқасан Шахзадаев жеке әнші болмақ. Ел аузында жүрген бұл әңгіме шынға айналатын түрі бар. Кезде бір той томалаққа барып қалсаң, жаңағы Нұрлансыз барып қалған кезде жігіттер жаңағы мұғаш бір өлең айтып жіберші дейді. Сол кезде кішкене жаңағы Нұрланның жоқтығы білініп қалады. Сондайға мысалға неге айтпасқа, өзіңе бір жақсы әндер дайындамасқа деп. Неге жеке айтпасқа деп жүрген Мұқасан осы күнге дейін біраз әндер жазып тастағанға ұқсайды. Сосын мен бір әнді жазғам өзім. Ринат Заев сөзін жазып, Ринат Гайсин аранжировкасын, әні Ринат Гайсин, Ринат Аубакиров аранжировкасын жасап, 3 Ринаттың басын қосқаным бар. Бақыт деген бір әдемі жақсы бір туынды болды. Жақсы бір туынды, жақсы бір досты ренжіткен сияқты. Оған дәлел Нұрекеңнің бүгінгі көңіл күйі. Сосын кейіннен бүйтіп Нұрланның несіне қарасақ, көңіл түскенде жаңағы мен бір бөлек кететін адам сияқты сөйтіп Нұрланның көңіліне қарап кішкене тоқтатып қойған жағдайым болған. Өз ойынан қайтпайтын Мұқасан достың көңілінде тапты. Жеке әндерінде жаздырып жүр, тіпті жеке орындауындағы әндерінен альбом шығаратын ойы бар. Бірақ енді әрине қазіргі жоспарымда бар. Шын мәнісімен жеке өзіме бір альбом болмаса да, енді альбом шығып алуда ықтимал, оны бәр мүмкін. Сондықтан күтіңіздер. Ал Нұрмұқасандық Нұрлан мырза бүгінде немен айналысып жүр? Арт директоры Ғалымжаннан сұрасам, Нұрланның келіншегінің машинасын тұрған жерінде біреу сырып кеткен ба, жүріп кеткен ба, сонысымен жүгіріп кетті деді. Енді өмір болған кейін бәрі болады басымызда. Иә, Нұрланның жағдайын Мұқасан арт директор арқылы білетін. Халге жетсе, топтың ахуалы шынымен алаңдатарлық. Ширек ғасырлық ғұмырын өнерге арнаған дуэт шынымен тарай ма? Жоқ, олай мүлдем олай емес. Деп, нақты сұраққа қысқа әрі нұсқа жауап қайтарды Мұқасан. Мынау Шахаризат Сейдахмет, көпшілік бұл әншіні үлкен жобадағы жеңісі және мына бір ән арқылы жақсы таниды. Шахаризаттың өнеріне сүйсінетін көрермен оны Нұрлан Албанның жобасы екен деп ойлап жүрді. Алайда бұл ақпарат ақиқаттан біршама алыстау. Аға бауыр болып, енді бұлай шығармашылық ақыл кеңесте болмаса, ал енді бұлай өгісінің жеке продюсерлік міндет атқарған жоқ менің жанымда. Қанша сұранса да Нұрлан Албан Шахаризатты қанатының астына алудан бас тартты. Себебі оның басқа да жобалары өз басына жетеді, тіпті артылады. Ақ кимешек киген әжелерінің өзі Албанның қанша уақытын алады екен.
Шынымды айтсам, енді ол кісінің сол жоба барысындағы бергенінің өзі маған біраз дүние азық, менің оған ешқандай өкпе назым жоқ. Және де маған дейін де ол кісінің қарамағында бірнеше жобалары болған. Енді мен тар жерге тамаша болып қосылғаным, енді ол кісіге тағы да жүк болатын болды. Сондықтан әнші жігіт өзге продюсерлік орталықпен жарты жылға жуық уақыт жұмыс істесті. Алайда көп ұзамай аталмыш орталықтан кетіп қалды. Менің қазір продюсерім жоқ, продюсер болған, белгілі бір себептермен біз жұмысты тоқтаттық. Бәлкім өзінің де қолынан келіп қалатын шығар деген сияқты ойлар туындап, мен келісім шартқа отырудан бас тарттым. Ол кісілер де сондай шешім қабылдады. Келісім шарттан бас тартуындағы басты себеп? Енді қалай айтсақ болады, барлық сол қаржыға келіп тіреледі. Инвестиция дейді ғой. Сол салым жағы кішкене кеше жандай белгілі бір себептерге байланысты кедергілер болып көптеген қаржы жағынан сондай дүниелер болды. Сондықтан бүгінде Шахаризат өзіне өзі би, өзіне өзі қожа, дейтін албандікіндей әжелері де жоқ қасында. Сонда бүкіл Қазақстанның алдында тәлімгерімін деп айтып алады. Соңында оның бәрі өтірік боп шығады. Қызық жағдай. Дәстүрлі ән өнерінің ең заманауи өкілі Рамазан Стамғазиевтің өкпесі қара қазандай. Ол телевизия мамандарына ренжіп жүрген көрінеді. Бұрынғы уақыттарда осы бүткіл Қазақстанның телеэкрандары Алматыда тұрғанда кәдімгідей экрандарға көп шақырылатынбыз. Сондықтан Астанаға көшіп кеткен телевизияға жақын болу үшін болашақта елорданың тұрғыны атануға қарсы емес. Өйткені журналистерге қанша өкпелесе де кінә өзінен екенін мойындайды. Экранға шақыртпай қойды, мен концертке қоспай қойды деп өкпелеуге хақымыз жоқ. Шақырыламыз, бірақ көп жағдайларда қолымыз тимейді. Телевизиядағы дәстүрлі әннің насихатталуы толығымен өзінің қолында тұрғанында білет аға буынның жарқын өкілі. Ал енді оны қазір шығаратын, қазір қолдайтын біз сияқты мұғалімдер, біз сияқты орындаушылар, біз сияқты алдыңғы ағалар. Алайда бүгінде Рәкеңнің шығармашылықпен айналысуға уақыты жоқ. Өйткені Стамғазиев мырза ұстаздық етіп, үйретуден жалықпай жүргендердің бірі. Ұстаз деген білес, өзінің уақытын аямайды, басқаның уақытын аялайды дейді, сол жастарменен айланысып кетті. Көп нәрседе содан шектеліп экраннан кейде көрінбей қаламыз. Сондықтан теледидардан көрмей, сағынып жүрген жанкүйерден өкпелемесін деп өтінеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын Домино тобындағы Шолпан тұрмысқа шығып, шоу-бизнесті бір шулатқан. Енді міне көптен күткен сәбиін дүниеге әкеліп, әртіс анылардың қатарын толықтырды. 3200 Ой, 3-2, 3000 деп ой, 3-2, ал енді бойы 53 сантиметр, 27 май күні туылдық. Бала аман-есен дүниеге келді, ал Шолпан ана болу бақытының дәмін татуда. 2-3 күн өтті, баланың жылағанын да көрдім, ұйықтамағанын да көрдім. Содан кейін түсіндім, қандай екен деп барлық аналарды шын айтам сыйлайтын болды. Ата-ананың қадірін балалы болғанда түсінерсің деген. Бала бағудың қиындықтарын өз көзімен көріп, өз мойнымен көтеруді бастаған Шолпанның іштегі сезімі ала сапыран болып жатыр. Мен барлық аналарды сыйлаймын, басымды иемін аналарға. Әрқашанда бар аналарға тек қана жақсылық тілеймін. Осындай періштелеріміз көп болсын. Шолпанның періштесінің есімі Дінмұхаммед. Осындай біздің да баламыз үлкен, осындай атақты адам болсын дейміз. Мамамыз, күйеуімнің мамасы таңдады осындай атты. Дінмұхаммед Қонаев сияқты атамыз сияқты болсын деп айтады. Барлық ата-ананікі сияқты Шолпанның да кішкентай Дінмұхаммедтің болашағынан үміті зор. Баласы дүниеге келген күні болған ауыр айында жақсылыққа балап отыр. Өйткені балам туылғанда қатты жаңбыр басталды, қатты жел көтерілді. Азаматтарын өздерінен жоғары қоятын барлық шығыс әйелдері сияқты Шолпан да ұлын әкесіне ұқсатады. Папаның мінезі уже көрсетіп жатыр. Бірінші күндерден уже көре бастады мінезі қандай екен. Папасына ұқсайды, әрине. Сөйтіп, бүгіннен бастап Шолпан заңды түрде декреттегі ана атанды. Алайда доминолық әншінің сахнаға шығатын күні әзірге белгісіз. Мен былай айтқанмын, ой, туғанда екінші күн сахнаға шығамын деймін. Қазір 3 күн осы баламен отырып, түріне қарап, түні бойы
білмеймін деп айттым. Қашан шығады екен енді. Ол барлығы бір Алланың қолында. Бірақ мезетте Шолпанның ғана емес, тұтас домино тобының өмірі және өнер жоспарын өзгертіп жіберген сәби де ел аузында жүрсін. Әрі қарай көретіндеріңіз, Аладоп әртістер арасындағы достықты құртты. Әркімнің өз таңдауы ғой. Сондықтан футболист әртістер бізге сұхбат беруге қорқып жүр. Ол құрылғанда биыл ғана құрылған жоқ, ол 2 жыл бұрын құрылған. 2 жылдан бері ел аузындадан қорқып жүрген тағы бір әнші. Шоу-бизнес жыртқыштарының жүрегі де ел аузында десе, дірілдейді, дірілдейді. Футболист әншілердің тілегі мен Дуғалованың қорқақ жүрегі ел аузында. Алатау бұл күні кешеге дейін әртістер арасында болған жалғыз футбол командасы. Ресейлік әртістер құрамасын 3-0 есебімен жеңген команда ұзақ уақыт кәдімгі футболистерден де оқ бойы озық еді. Мұқасан Шахзадаев капитаны болған командада Ринго, Серлер сияқты топтар бар. Мейрамбек, Сәкен, Шубаныш сияқты қасқырлар да жетерлік. Енді міне өнер мен футбол жанкүйерлерін ауыздарына қаратқан Алатаудың қарсыласы бар. Олар да тек әртістерден құралған достық құрамасы. Бұл құрамда Меламен, Заман, Сұңқардың жігіттері мен өнердің қырандары бар. Негізінде бұл жерде басты мақсат бұл жерде доп ойнап футбол ойнап бір нәрсе біреуді жеңу емес, тек сол өнердегі бауырлардың жиі басын қосып тұру бұл жерде. Ауызбіршілік былайша айтқанда. Мейрамбек көкеме қарсылас болам деп, Райым да осы командаға келіпті. Ал Райым өзі бізде негізі қақпашы болды баста. Одан кейін қақпашы болғысы келмей, одан кейін оны қақпашыдан поляға бірден алып шыға қоймайды ғой. Ары бері біраз көрді, жүрді, содан кейін барып, ол өзінің қалауымен және достар командасына барып, сол жерде шабуылшы болып, кәдімгідей өзінің орын алған. Достық құрамасынан орнын тапқан жігіттерге алатаулықтардың еш өкпесі жоқ. Керісінше өздерін Алатаудай биік санайтын құрама жаңа қарсыласқа аяушылықпен қарайтын сияқты. Әркімнің өз таңдауы ғой, мысалға. Бізге де мысалы Алатауға жайдан жай ала бермейді адамдарды. Кәдімгі іріктеуден өту керек оны. Сондықтан текетірестен өте алмай, алаңға шығатын мүмкіндіктен айырылғандардың бәрі достыққа кетіп жатыр. Тіпті ойынға шығармаса болды, кетіп қалу керек пе деп, оларға деген ашуды да білдіріп қойды. Үнемі осылай жәнегі шығармайтын болса, кетіп қалу деген емес қой. Олар енді өткісі келмеді ма, білмеймін енді. Олар өздері жаңа ойлаған шығар. Өзімізге жаңа құрама құрайық. Осы Алатау командасына қарсы. Сондықтан алатаулықтар сол қарсыластың нәтижесін көруге асық. Бұрын бізде ойнағандар да бар сол құрамада. Енді ақырындап кей кезде көрсетіп тұрғанда қалжыңдасам, жігіттер енді қашан достық кездесу өткіземіз деген сияқты. Енді олар айтады, қазір кішкене дайындалып алайық, біздің енді құралғанымызға міне кішкене ғана уақыт болды дегендей. Сол сияқты енді Алла қаласа, осы жақын арада мүмкін енді ойнап қалармыз достық кездесу. Өнердегі жол емес, футболдағы гол үшін қырық пышақ болған әртістер осылар. Енді оларда өздері достық кездесу атағанымен шындығында мықтыны анықтайтын шайқас күтіп тұр. Ел аузында жобасының редакторы мен таспагерін көргенде жүрегі дірілдейтін Дуғалова маған келмесінші деп дұға ете бастайды. Бұлай дейтін себебіміз бар. Қашанда ел аузында ұжымын көргенде жанарын тығып қашуға тырысады. Сондықтан біз өзіміздің қорқынышты емес екенімізді көрсету үшін әншіге қып-қызыл гүл шоқтарымен бардық. Тіпті Жанардың сүйікті гүлдерін таңдап, Жанарға ғашық жандардай алдында басымызды игіміз келді. Бірақ бабаларының ізін көріп өскен қыздың айласы алуан болып шықты. Бұл жолда әнші құтылудың ретін тапты. Дірілдесе де, Жанардың жүрегі басқа қыздардікі сияқты гүлге ере қоймайтынын түсінген біз, әрі қарай оны қорқытпауға бел будық. Сондықтан Жанардың бағын ашқан Бағым ханымнан бар жаңалықты сұрап білдік. Сейчас на днях выйдет клип Жанар Дугаловой на песню «Зангурем». И следующее видео Жанар Дугаловой, это будет, мы представим его осенью, которая называется, песня называется «Айтаберсин жур». Она уже тоже практически готова. Бір клип пен бір әннің арнайы тұсаукесері де жоспарланып отыр. Алайда оның ауылы алыстау сияқты. Это будет, наверное, думаю, что мы будем делать презентацию в сентябре, может быть, в октябре, Жанар Дугаловой, именно «Айта берсін жұрт». Айта берсін жұрт деп ән айтқалы жүрген Жанарға бізде айта берсін жұрт ел аузында қорқынышты жоба емес дегіміз келеді.